Сәлем балақай. Бүгін каналда әліпби сабағының 77-ші сабақ И дыбысы және әрпімен танысатын боламыз. И әрпінің бүгін дауысты дыбыс екендігін білеміз. Алдымен суретке назар аударайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Кімдерді көріп тұрмыз? Және қай жыл мезгілі? Суретте қыз жыл мезгілі бейнеленген. Бұл жерден балаларды көруге болады. Және жандарында күшік бар. Олар ағашта жүрген тиінді көрді. Қызықтап тиіннің жанына келді. Кәне олар нені көрді ағашта жүрген? Тиінді көрді. Тиін. Кәне бұл сөзге дыбыстық талдау жасайық. Тиін. Т. Дауыссыз дыбыс. И. Дауысты. Дауысты. Н. Дауыссыз дыбыс. И бұл дауысты дыбыс. Енді И әрпіне берілген сөздерді бірге оқып шығайық. Тиін, е, шие, ек, тиек, ки, киек, ит, кит. Енді бұл жерде берілген мәтінді бірге оқып шығайық. Ең жақсы мекен әркімнің өз мекені. Ит үйшікте, тиін ағаш діңінде тұрады. Тышқан үнді, кит теңізді мекен етеді. Ал төрт түлік қайда тұрады? Сұраққа жауап берейік. Төрт түлік бұл үй жануары. Сондықтан оны адамдар қолда баптап өсіреді. Оларға арнайы жылы қора соғып береді. Және жем шөбін беріп тамақтандырады, азықтандырады. Келесі астындағы тапсырмаға қарайық. И дауысты дыбыс. Кәне берілген суреттерге қарайық. Бұл бірінші тұрған киік. Бұл суреті екінші тұрған инелік, үшінші тұрған итмұрын. Осы сызбаға қайсысы сәйкес келеді? Бұл сызбаға киік сәйкес келеді. Киік екі буыннан тұрады. К дауыссыз дыбыс, И дауысты, дауысты дыбыс және К дауыссыз дыбыс. Инелік үш буыннан тұрады. Бұл сызбаға сәйкес келмейді. Итмұрын үш буыннан тұрады. Бұл сызбаға сәйкес келмейді. И дыбысының дауысты дыбыс екендігін есіңде сақта және келесі сабақта кездескенше.